мына жиынтықтың бірлестігін, қиылысуын табу. А және Б. Мына жақта әртүрлі заттар тұр. Мыналардың бәрін мына жаққа жинадым. А. Сүйреті жоғын қиылысу жеріне қойды. Так. Бірлестігі жоғын. Б-ға. Қойып отыр тастың басқа түрін, сырттарында сүйреті бар. Мына екі тастың сүйреті жоқ. Мына тастың үстінде сүйреті басқаша, мына тастың басқаша. Б нұсқасы, мынау А нұсқасы. Мына қиылысқан жерінде екі тас сүйретсіз, ал енді мына жиынтықта жиынтығы бірлестігі жоқ заттарды орнатып қойды. Белгісін көрсетші қиылысудың. Мына А, Б нұсқасын екеуінің қиылысу жерінде қандай белгі тұр? Сүйреті жоқ. Тастарды не үшін мына ортасына қойдың? Өйткені мыналардың бәрі не? Тастар, е? Иә. Мына тастың сүйреті басқа, мына тастың сүйреті басқа. Ал мына тастарды неге ортасына қойдың? Сүйреті жоқ, бірақ оларда тастар. Мынаның бәрі тастар болғаннан жиынтыққа жатады. Мына қиылысу жеріне сүйреті жоғын орналастырды. Мына А нұсқасына сүйреті бір тастарды қойды, ал Б нұсқасына сүйреті бір суреттерді қойды. Сондықтан мына бірлестік бір-біріменен біріктіретіні жиынтық болып, ол тастар. Ал мына жақта бізде басқа заттар тұр. Дұрыс. Оның белгісі қандай, Алдияр? Дөңгелек және сызылған, е? Мынау бізде қиылысуын көрсетеді мына белгі, а мынау жиынтықтың белгісін көрсетеді. Дұрыс. Өйткені мынау бізде А нұсқасының тастары, мынау Б нұсқасының тастары. Дұрыс, молодец.